Ардақты әже аяулы анаға арнау. Төлепова Үміт Нұрғалиқызы. Асыл ана, жүзің нұрлы күн едің, шаңырақтың мерекесі гүл едің, сабырлы едің, қадамы бар салмақты, мейірімге бөлеуші едің, жан жақты. Ана едің, ол қызыңда аялаған, бар ағайын ел жұртыңа сая болған. Дана едің, еш адамға қарсы келмей, ешкімнен қолда барын аямаған. Анашым, жатқан жерің жайлы болсын, шуақтанып қабірің нұрға толсын. Пейіштен орның болғай деп тіледік, артыңдағы ұрпағың аман болсын. Төлепова Үміт Нұрғалиқызы 1948 жылы 24 наурызда Алматы облысы Іле ауданы Жаңадәуір ауылында дүниеге келген. Өз өмірін отбасы мен адамгершілікке арнаған асыл жан. Қарапайым ауылдан түлек болып ұшып, Үміт апамыз мектепте пионер жетекшісі, кітапханашы, балабақша тәрбиешісі, мұғалім мамандардан бастап, одан кейінгі жылдары Толқын кентінде радио орталықтың жауапты қызметіне дейін адал еңбек еткен. Бірақ өміріндегі ең үлкен мақсаты мен миссиясы ана атану еді. Жолдасы Әкімжан атамызбен бірге бір-біріне сүйеу болып, берекелі, бақытты отбасының іргесін қалады. Үміт апамыз 5 балаға өмір сыйлап, оларды адалдыққа, еңбекке, мейірімге баулыды. Алғашқы қуанышы Айдар, кейін аяулы қызы Жанна, одан соң Бақыт, Марат және кенжесі Елдар дүниеге келді. Балалары мен немере шөберелері Үміт апаның ең үлкен мақтанышы, өмірінің жалғасы мен шексіз махаббатының жемісі. Әпкелері Зияш тәте, Күләш тәте мен бауыры Кенжебек ағамен өмір жолында әрқашан өзара байланыста, керемет сыйластықта болып жүрді. Апамыз әрдайым отбасының жүрегі, ақылшысы, мейіріммен бәрін баурап алатын дана ана мен әже, адал жар, тамаша құдағи, құрбыларына көңілді дос болып есте қалды. Үміт апаның жаны әрқашан мейірім мен ақ тілекке толы болды. Достар, туған туыстар жиналған отырыстарда Үміт апа ескі әндерді шырқап, көңілдің көркі, думанның шырайы болатын. Бедім арықтан сулайма деп, қорқамын жамандармен дос болуға, тар жерде ер тоқымын сұрайма деп, қыздар болып ол жігіт үлдір, өтіп барад өмір құрғыр, ақау арман ие жалған, қараулайлым, қараулайлым. Жамандар жақсымын деп айқайлайды, жақсылар жақсымын деп айта алмайды. Кигенің аяғыңа тар болса егер, дүниенің кеңдігі деп байқалмайды. Қыздар болып жігіт үлді, өтіп барады.
апамыз соңында қалдырған мына бір жүрек жарды жолдар ананың махаббатының шынайы өсиеті мен ұрпағына жолдаған батасы деп санауға болады. Менің жақсы жандарым, күліп атсын таңдарың, сәтті болсын күндерің, ашық болсын жандарың. Орындалсын ойлаған мақсат тілек арманың, аман есен жүріңдер, панасында Алланың. Мен сендерді жақсы көрем. Үміт апамыздың жатқан жері жайлы, топырағы торқа, иманы жолдас, жаны жәннатта болсын.